Сәлеметсіздер ме? Жас аналар, ата-аналар, қалай жағдайларыңыз, сәбилеріңіз қалай? Бәрі жақсы деген ойдамын. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеле отырыңыздар. Комментарийде бөлісе отырыңыздар. Бүгінгі тақырыбымыз жаңа туған сәбилердің күтімі жайында болады. Кішкене өзімнен ақпарат беремін. Бұл ақпарат маған көп қойылатын сұрақтардың туындысынан пайда болған. Сондықтан менімен бірге болыңыздар. Бірінші көп қойылатын сұрақ: жаңа туған баланы 40 күнге дейін немесе одан да кейін күнде шомылдыру қажет пе? Ол маңызды ма деп қояды. Негізі жаңа туған сәбилердің терісі өте нәзік, сезімтал. Оны күнде шомылдырудың қажеті жоқ, аса маңызы жоқ. Күнара шомылдырсаңыз болады, немесе аптасына 2 рет. Ең бастысы таза ұстап, бақылап, құрғақ ұстап жүретін жеріміз ол қатпарлар арасы, тері қатпарлары, складки, шат арасы, қолтық, мойын және қолдарының болтықтарының арасын, саусақтарының арасын, ашылмайды ғой, саусақтары, алақандары ашылмайды. Сол жерлерін құрғақ немесе влажный шүберекпен, жылы шүберекпен жуып қойсаңыздар болады. Әсіресе кіндігін таза ұстау керек, оған ауа барып тұру керек. Және памперске орағанда қайырып қойып орасаңыз болады. Жаңа туған айтып жатырмын да, егер кіндігі түспесе. Кіндігі түссе, онда тиісудің керегі жоқ. Және шомылдырған кезде ешқандай тұзда, шөпте, марганцовка, калий перманганатын қоспасаңыз болады. Өйткені калий перманганаты күйік шақыруы мүмкін. Егер сіз білмесеңіз, қалай қолдануын білмесеңіз, қанша капля тамызуды білмесеңіз, керек жоқ. Ал шөптер, жаңағы ромашка дейді, тағы басқа да деп жатады, череда дейді, мысалы ромашка дейді. Олар кей кезде аллергия да шақыруы мүмкін. Егер бала сау болса, терісінде ешқандай жаралар, ойық жаралар болмаса, керек емес шомылдыруға. Ал тұзбен шомылдыру күнде керегі жоқ. Тұзбен шомылдырудың болады, аптасына 1 рет шомылдырсаңыз тұзды суға. Ол тұзды су просто баланың терісін құрғатып жібереді. Келесі сұрақ: сүт бездерін, емшегін, яғни суы керек па шомылдырған кезде? Негізі мен қарсы тұрмаймын, әрине. Ол бұрыннан келе жатқан біздің ата-әжелеріміз солай жасаған. Менің ата-мамама да, мамасына да, маған да солай жасаған. Және менің балаларыма да өзім ата-анам жасаған, сүт бездерін сыққан. Негізі ол медицина тұрғысында ондай көрсеткіш жоқ. Ол набухание, жаңағы ісінуі, емізікшенің ісінуі, ол қалыпты жағдай, және ол өтпелі кезең. Ол физиологиялық жаңағы жыныстық дағдарыс дейді, криз. Жыныстық криз болып саналады балаларда, жаңа туған сәбилерде. Ол анасынан берілген гормон көп болып кетсе, нәрестенің қанында анасынан берілген гормоны көп болып кетсе, сондай набухание желез болып көрінеді. Ол қайтпалы, ол өздігінен қайтады. Және келесі, ол жыныс мүшелерінен бір бөлінді ағу, ол да қайтады өздігінен. Оған да қобалжудың немесе уайымдаудың керегі жоқ. Ол қайтпалы процесс. Келесі сұрақ: бұл тікенек, арқасындағы тікенек немесе сандарынан шығатын, жауырыннан шығатын тікенектер. Бұл тікенектер анасының құрсағында жатқанда пайда болады, жамылады. Медицина тілінде оны лануга деп атайды. Бұл лануга анасының жатырында бала пайда болғанда сол шаштармен жабылады. Лануга бұл туа пайда болғаннан кейін де, бала дүниеге келгеннен кейін де балада болады. Оны көп адамдар алу керек, балаға ауырсыну тудыртады, немесе бала соның арқылы жылайды дейді. Баланың жылауының себебі бұл ғана емес, көп нәрседе себепкер болуы мүмкін баланың жылауына. Сол үшін бұған ғана қадалудың керегі жоқ. Бұл өтпелі процесс, бұл да өздігінен қайтады. Әрине ол сақталып тұрады, бірнеше уақыт, 2-3 ай сақталып тұрады балада, бірақ ол ешқандай зиян келтірмейді. Ол қайтымды процесс. Келесі, жауырын жабысуы. Көп ата-аналар баланың жылауының себебінің бірі осы жауырын жабысуы, осы және тікенектің арқасындағы болуы деп айтады. Көп адамдарда сондай ой қалыптасқан. Сол жауырынды ашуға тырысады. Анатомия тұрғысында жауырын 2 жақты бұлшық етпен қапталған.
Бұл жауырын сүйегі иық сүйегімен байланысқан. Иық буыны қозғалған кезде жауырын сүйегі де қозғалады. Жаңа туған нәрестелер қозғалысы шектелген қозғалысы жата береді, бір орында жата береді. Гипертонус фонында 2-4 ай аралығында, балаға 2-4 ай болғанда ол өздігінен қайтады, ол да ашылады жауырын, ол сол бойынша жабысып қалмайды. Просто балада гипертонус фонында баланың бұлшық еті енді жаңа туған бала қозғалмайды әлі біз сияқты, қалыптаспаған, жатады бір орында. Сол сияқты бала өсем дегенше жауырын да ашылады. Оған қорықпаңыз, алаңдамаңыз, уайымдамаңыз. Массажға барып, уақытыңызды, жекеңізді, ақшаңызды құртпаңыз деген кеңес бергім келеді. Жас аналарға өзіңізді кінәламаңыз дегім келеді. Бұл физиологиялық қалыпты жағдай балалардағы, әрине. Оған алаңдаудың қажеті жоқ. Келесі көп қойылатын сұрақтың бірі массаж жайлы. Массажды алу дұрыс па, қалай деген сұрақтар қойылады. Былай айтайын, егер балаңыз сау болса, гипертонус, гипотонус, даму процесі артта қалып жатса, ортопед немесе невропатолог кеңесі бермесе, ешқандай нұсқаулық бермесе, массажға барыңыз демесе, балаға массаждың аса қажеті жоқ. Егер балаңыз сау болса және өздігінен айма-ай дамуы орнында қалыпты болса, мысалы 2 айында басын көтерсе, 4 айында аунап бастаса, 7-6 айында отырып, 7 айында еңбектеп бастаса, ол еңбектің өзі, аунаудың өзі, басын көтерудің өзі балаға үлкен массаж. Және массаж жөнінде айта кететін ең маңызды жағдай бұл жаңа туған нәрестеге анасының қолдауы өте маңызды. Анасының алақанынан артық ешқандай ем-дом маңызды емес бала үшін. Балаңызға өзіңіз жасаңыз массажды, өзіңіздің махаббатыңыз төгіңіз алақан арқылы. Бала оны сезбейді емес, сезеді. Іште жатқан баланың өзі сезеді, сөйлескен кезде. Ал жаңа туған нәресте ол 2 есе сезеді сіздің алақаныңызды, сіздің жылулығыңызды, махаббатыңызды, оған деген тілегіңізді, дұғаңызды сезеді. Ол қабыл болады әрине. Осы сұрақтарды маған жиі қояды, сол үшін бір видео арнадым осы жаңа туған нәрестелердің күтімі жайында. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарий астында қалдыра кетіңіздер. Пайдалы болды деген үміттемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Балалар ауырмасын, дендері сау болсын. Сау болыңыздар.